бір өзіңнен бастап өмір жолдарын. Жүрегіне жүрегімді жалғадым. Өзің мұна сыйға берген өмірге ақ сүтіңді ақтап өту арманым. Барша ана, құтты болсын мерекең. Әрқашанда ана сізбен берекем. Ақтасам ақ сүтіңді асыл анам, сонда ғана кісілікке теңесем. Я знаю, что все женщины прекрасны, и красотой своею, и умом, еще весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нем. Не их наряды или профили римские, всех покоряет женская душа, и молодостью, и материнство, и седина, когда пора пришла. Армандардың айдынын алса келең, жүрек шіркін, соғады қанша елең. Артық бекен білмедім емес шығар, арналса да қыздарға қанша өлең. Жыр дегенің сезімтал тамшы ғана, сол тамшыда жатады аршығыла. Қыз болмаса, жақсы жыр жазылама, болмаса олар әдемі ән шығама. Армысыздар аса құрметті көрермен, нәзік жанды оқытушыларымыз бен айдай сұлу студенттеріміз. Добрый день, дамы и господа! Сегодня всех нас собрала весна, прекрасная пора года, которая стала символом женской красоты. Әйел ана, әйел бақыт, әйел әлемнің 8 кереметі. Бүгін біз Евней Арсанлы Бөгетов атындағы Қарағанды университеті ұжымы оқу ордамыздың барша нәзік жандылар қауымын көктемнің керемет мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз. Самый нежный, светлый и прекрасный день в году – это 8 марта. У всех нас вдохновляет красота природы, а начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни. Ажары көктемдегі ашық таңдай, жанары түскен жанды жасытқандай жайдары жандар, асыл аналар, аяулы ұстаздар, сұлу да сымбатты қарагөз қарындастар. Бүгін біз сіздерге ақ жарма тілектер арнаймыз. Ән мен күйден шашу шашып, көңілдеріңізге шаттық қысын ұялатамыз. Өйткені әлем сіздермен әдемі. Сіздердің құрметтеріңізге арналған мерекелік кешке қош келдіңіздер. Құрметті оқытушылар, бүгінгі арулар, бүгінгі құттықтау сөздер мен жарқын тілектер тек қана сіздерге арналады. Олай болса, құттықтау сөз және марапаттау үшін сахна төріне академик Евней Арсанлы Бөгетов атындағы Қарағанды университетінің басқарма төрағасы ректоры Нұрлан Орынбасарұлы Дулатбековті шақырамыз. Құрметті біздің аса мәртебелі студенттер, құрметті біздің оқытушылар, профессорлар, әріптестер, сіздерді мына үлкен мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Сіздердің барлықтарыңызға тек қана қуаныш, бақыт тілеймін. Біздің университетіміздің ұжымындағы әйел қауымдарды ерекше құттықтай отырып, сіздердің барлықтарыңызға толағай табыстар тілейміз. Бұл мейрамның үлкен ерекшелігі ресми сөздерді көп айтуға болмайды, өйткені бұл жерде тек қана қалай жақсы көретін, қалай сүйетін, қандай сезімде екендігін ер адамдар айту керек. Сондықтан да бірақ сөзбен айтатын болса, құрметті қыздар, құрметті ханымдар, біз сіздерді өте жақсы көреміз. Мен жаңа келе жатқанда осы жерде біздің үлкен коллективіміздегі ардагерлердің бірі Лариса Романовнаға сіздердің аттарыңыздан гүл шоғын сыйлады. Лариса Романовна, я хочу вас поздравить. Особенно
Почему? Потому что вы, ну, сейчас женщины возраст не говорят, но тем не менее, когда она достигает определенного возраста, надо говорить и надо гордиться. Вот вам 80 лет скоро будет, да? И 50 лет вы отдали нашему университету. 49 лет, 4 месяца она работает в нашем университете. Большое вам человеческое спасибо. Но я еще не говорил о том, что вы закончили в 1962 году наш педагогический институт, потом который стал впоследствии университетом имени Кутепова. Еще я хочу добавить, что сегодня со стороны идет награда, вот, как вы награждены медалью ветеран труда Еңбек ардагері. Ну, вы знаете, сейчас дорога гололед, поэтому сейчас ваша награда где-то в районе Осакаровки. Мы понедельник с удовольствием вам вручим. Құрметті әріптестер, көп рахмет. Шынында да біз қыздарымыз біздің университеттегі барлық жетістіктеріміздің бәрін қарасақ, біздің жаңағы скопусқа шыққан мақалаларымыз тағы да көп, достижениелер көп, солардың барлығының негізгі ең үлкен пайызы қыздарда. Сондықтан сіздердің еңбектеріңізге, осындай бізге деген үлкен қамқорлықтарыңызға, бізге деген сіздердің көңілдеріңіз үшін біз алғыс айтамыз. Біздің Қарағанды университетінің ұжымындағы қыздарымыз біздің бәрі керемет. Сондықтан тағы да сіздерді құттықтаймын. Но поскольку я сейчас должен официально награждать наших коллег, я хочу сказать, что у нас амбициозные цели нашего университета, потому что к этому стимулируют наши женщины. И вообще я хочу сказать, это не секрет, то, что мы делаем, мужчины, это делаем ради женщин, ради матери, ради дочери, ради супруги, ради сестренок, ради сестер, ради тет, ради других женщин. Так что все это стимул, это вы. Поэтому я еще раз хочу вас поздравить. Жаңа ғана бізде университетіміздегі 4 және одан да көп бала әкелген дүниеге біздің қызметкерлерімізбен кездестік. Бәрі жас, олар тек қана жақсы жұмыс жасап жатқан жоқ, сонымен қоса біздің демографиялық процесімізді де шешуге үлкен үлестерін қосып жатыр. Өйткені біздің Қазақстан үшін ең алдыменен кім керек? Біздің байлығымыз жетеді, бірақ бізде адам байлығы аз. Сондықтан адамдарды тәрбиелеуде. Сіздер де сол адам байлығына үлес қосып жатсыздар. Я еще раз хочу вас поздравить с таким великим великим праздником весны. Еще раз вам пожелать всего самого доброго. Өздеріңіздің үйлеріңізге, аналарыңызға, әпкелеріңізге, туыстарыңыздың барлықтарына қуаныш тілейміз. Өйткені біз аналар үшін ғана біз үлкен бақыттымыз, бізді дүниеге әкелген, бізге үлкен жол тілеген. Сондықтан да әрқашан аналардың мейрамы, ол біздің мейрамымыз. Енді ресми осы, қазір біздің қызметкерлерімізді бәрін марапаттаймыз. Но я хочу закончить стихами Высоцкого. Я поля постелю. Жаңа ғана айтқам, ұмытып қалдым. Я поля постелю влюбленным, да? Пусть поют во сне и наяву. Я дышу, значит, я люблю. Я люблю, значит, я живу. Рахмет Ыбламырза, олай болса, марапаттау рәсімін бастайық. 8 наурыз, халықаралық әйелдер күніне орай, Қарағанды облысы әкімінің алғыс хатымен марапатталады. Барбанова Надежда Владимировна, дене шынықтыру теориясы ненависті емесі және спорттық дайындық кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарынан магистрі. Жосова Бибигүл Аралбайұлына бүкіл әлем тарихы және халықаралық қатынастар кафедрасының қауымдастырылған профессоры, тарих ғылымдарының кандидаты.
Есендәулетова Жанагүл Телеуқұловна, қолданбалы математика және информатика кафедрасының аға оқытушысы, қолданбалы математика магистрі. Катина Жанба Зикеновна, қазақ тілінің практикалық курсы кафедрасының қалыптастырылған профессоры, филология ғылымдарының кандидаты. Саркиева Ляззат Гаришева, органикалық химия және полимерлер кафедрасының профессоры, химия ғылымдарының докторы. Сыздықова Динара Ибадуллаевна, бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасының қауымдастырылған профессоры, философия докторы PhD. Люкинова Салтанат Ушкембировна, ботаника кафедрасының қауымдастырылған профессоры, биология ғылымдарының кандидаты. Тілеужанова Кеншебала Тілеужанқызы, шет тілі практикалық курсы кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі. Умуркулова Мадина Максимовна, психология кафедрасының аға оқытушысы, әлеуметтік ғылымдар магистрі. Шаяхметова Маржан Накибетовна, бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кафедрасының қауымдастырылған профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты. Животова Евгения Валерьевна, мансап бөлімінің басшысы. Абдрахманова Қарлығаш Галинжановна, білім алушылармен жұмыс жөніндегі қызмет басшысы. Бегетаева Гүлдария Сергазиевна, қызметкерлерді басқару басқармасының аға инспекторы. Келесі кезекте 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай академик Евгения Арыстанбекова атындағы Қарағанды университетінің басқарма төрағасы ректордың құрмет грамотасымен марапатталады. Бейсенбаева Бақыт Айтжановна, шет тілдер кафедрасының аға оқытушысы. Назарова Альфия Минниасымовна, спорттық педагогикалық пәндер кафедрасының аға оқытушысы. Баймуханова Әлия Маратовна, әлеуметтік жұмыс және әлеуметтік педагогика кафедрасының аға оқытушысы. Мукушева Гүлім Кенесбековна, биорганикалық және техникалық химия кафедрасының профессоры. Амангельдиева Гүлмира Сабыровна, журналистика кафедрасы ассистент профессора. Байжанова Гүлзира Тілепбергеновна, мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасының аға оқытушысы. Карсыбаева Жұлдыз Алпысовна, археология, этнология және отан тарихы кафедрасының қауымдастырылған профессоры.
Балсарина Карина Нурлановна, қызметкерлерді басқару басқармасының бас маманы. Асаубаева Баян Ивановна, сапаны қамтамасыз ету және тәуекелді бағалау департаментінің маманы. Акимжанова Гүлзия Мамановна, кеңсе басшысы. Исаханова Жұлдыз Мантаевна, әкімшілік шаруашылық департаментінің диспетчері. Искакова Роза Каскеновна, номері 4-ші студенттер үйінің әкімшісі. Сеитова Тота Амангельдиновна, номер 11-ші оқу ғимаратының әкімшісі. Байболатова Кәукер Әубесаровна, қоғамдық тамақтандыру комбинатының қызметкері. Лебедь Бибігіл Розалиевна, қоғамдық тамақтандыру комбинатының қызметкері. Коновалова Елена Владимировна, әкімшілік шаруашылық департаментінің қызметкері. Сатанова Гүлмира Малыкеновна, әкімшілік шаруашылық департаментінің қызметкері. Және де Горбунова Ольга Александровна, рекреациялық спорт орталығының спорттық сауықтыру кешенінің операторы. Барша марапат иелерін шын жүректен құттықтап сіздерді естелік суретке түсуге шақырамыз. Әрине Нұрлан мырзамен бірге. Марапаттарыңыз құтты болсын. Құрметті марапат иелері және құрметті Нұрлан Орынбасарұлы, баршаңызға көп рахмет, орындарыңызға жайғасаңыздар. Барша марапат иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Ару ана, әлемді әсемдікке бөлейтін өмір гүлі. Ана, дүниені әлдейімен тербететіп тірлік тұры. Береке құтты болсын. Дұрыс айтасыз Еркебұлан. Әйелі табиғаты әр қашанда құлпырып тұратын әлемнің алуан түрлі гүл шоғы сияқты. Кейде пәктікке, нәзіктікке толы жемегүл болса, кей кездері алаулап тұрған ал-қызыл қызғалдаққа ұқсайды. Ал бірде гүлдердің ханшайымы раушан гүліспеттес. Арулар асыл жандары, шуақ боп шашылғандары. Милые дамы, сегодня замечательный день, потрясающий праздник. И сегодня мы дарим вам букет, сплетенный из танцев, кюев и песен. Ана үміт, ана жігер, ана рух. Анадан асқан қайратта, анадан нәзік жан бар ма? Бейлі, мың жыр жаз, мың баллада тіпті мың арнау жазсаң да, ана үшін көптік етпейтіні сөзсіз. Аялы алақанымен адал ақ сүтін Меккеге 3 рет арқалап апарсаң да өтей алмайсың. Ал өзінің аналарға арналған әсем әнімен сахнада жастар вокалды студиясының солисі. Біз дарынды істейміз байқауының лауреаты,
биология география факультетінің бірінші курс студенті Бейбарыс Алтынбек асыл ана әнімен. Самайда ақшашымның әр таланна қарыспын, еш нәрсеге өтелмейді ау парызым. Жауаптымын жанарыңа сырғанаса тамшы жас, маған бәрі сын. Ауырмашы, аман жүрші, көз алдымда көрініп, арамызда ұзамашы бөлініп. Көңіліме қаяу түссе, шырылдайды жүрегім. Жаным елім. Ваши аплодисменты Бейбарысу Алтынбеку. Весна. Девушки, сегодня уже 7 марта, а на улице до сих пор лежит снег. Но как-то хочется уже солнца и тепла. И сейчас луч солнца золотого подарит нам лауреат конкурса «Ек Жолдыз-2022», обладатель прекрасного голоса Бейбарыс Жумабекова. Ваши бурные овации!
И между нами слава вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Птицы перестали, все звезд коснутся крылья. Час грусти и печали, ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Әнге әуес, күйге құмар адам жаны сұлу өмірге ғашық болып келеді. Себебі ән мен домбыра халықтың қаны мен жанында әу бастан қатар жүрді. Ал бүгінгі шырқалар күйі жайма шуақ көктемнің келгендігін, табиғаттың наздығын білдіреді. Енді шалдарыңызда Сарын халықтық фольклорлық ансамблінің орындауында Кербез сұлу күйі. Қабыл алыңыздар.
ұлттық фольклорлық ансамблі. Жалпы Диас, қалай ойлайсың? Ең әдемі, ең көрікті, ең сұлу кербез жандар қайда оқиды, қайда жұмыс жасайды? Еркебұлан, қайда? Қарағандыда. Әрине Қарағандыда, оның ішінде Қарағанды Бөкет университетінде емес пе? Ал бүгінгі кешіміздің сәнін келтірер тағы бір өнерлі студентіміз. Біз дарындыны іздейміз 2022 байқауының жеңімпазы. Заң факультетінің 2-ші курс студенті Мұхамеджан Шекей. Девушка из города Караганды әнімен. Қарсы алыңыздар. Девушка из города Караганды, жымиясың мен қарағанда, сендегі жүрек соғылар, ойнағандай барағанда. Девушка из города Караганды, жымиясың мен қарағанда, сендегі жүрек соғылар, ойнағандай барағанда. Сендегі жүрек соғылар, ойнағандай барағанда. Жасырымды бір сәтке Девушка из города Караганды, жымиясың мен қарағанда, сендегі жүрек соғылар, ойнағандай барағанда. Девушка из города Караганды, жымиясың мен қарағанда, сендегі жүрек соғылар, ойнағандай барағанда. Сендегі жүрек соғылар, ойнағандай барағанда. Сен жайында алсам бұл өмірі бәрі, бауырым жанымда толықтары. Айтын бірақ қай жерден негеніңді, сұлуым сен ереген жұмбақ еді. Девушка из города Караганды, жымиясың мен қарағанда, сендегі жүрек соғылар, ойнағандай барағанда. Девушка из города Караганды, жымиясың мен қарағанда, сендегі жүрек соғылар, ойнағандай барағанда. Сендегі жүрек соғылар, ойнағандай барағанда. Девушка из города Караганды, жымиясың мен қарағанда, сендегі жүрек соғылар, ойнағандай барағанда. Девушка из города Караганды, жымиясың мен қарағанда, сендегі жүрек соғылар, ойнағандай барағанда. Сендегі жүрек соғылар, ойнағандай барағанда. Мұхамеджан Шекей. Дала қызының назданған еркелігінде мұң да бар, жігер де бар, жалын да бар. Жан тазалығы саудаға салмас ар ұят тазалығымен қатар жүреді. Сондай қолтума өнерінен кіршіксіз ләззат ала аласың. Ал бойында осы қасиеттің барлығы жиналған өнерлі қыздарыңыз. Университетімізде жақында ғана өткен ең ауқымды байқау Университет аруы 2023 байқауының жеңімпазы. Шет тілдер факультетінің 2-ші курс студенті, домбыраның құлағында ойнайтын аруымыз Камила Самат. Қарсы алыңыздар.
Прекрасный день, замечательный концерт. У нас звучит народная музыка и эстрадные песни. А как ты думаешь, Диас, уместна ли сегодня классика? Конечно, Кара. Классика уместна всегда. Россини. Каватина Фигара из оперы «Сибирский цирюльник». На сцене обладатель уникального и неповторимого голоса, лауреат международных, республиканских, областных конкурсов и фестивалей, солист вокальной студии «Жастар», лауреат конкурса «Екі жұлдыз», студент 4-го курса исторического факультета Тимрлан Серек. Встречайте! Ваши бурные аплодисменты. Di qualità, di qualità. Bravo libero, bravo bravissimo, bravo. La 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 la. Bravissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La 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 la. Mille montagne per guardiarne vedono nobili ma non si dà. La 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 la. Caso rifletti lancia e forbici al mio comando questa. Caso rifletti lancia e forbici al mio comando questa. Bella risorsa poi di mestiere col cavaliere, con la donnetta, tra venirà, col cavaliere, la 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 la.
Julia, vale Paruca, resta la barba, vale sanguigna, resta il bianco, ci mi voglia, vale Paruca, resta la barba, resta il bianco. Ehi! Абзарда жалғастырамыз. Қазақ қызының сұлу бейнесі, ажарлы көркі, әсем қимыл қозғалысы көктемнің алғашқы жайма шуақ күнімен, көктемнің жылулығымен байланыстыруға болады. Демек, келесі болып сахнаға біздің мың бұралған биші қыздарымызда жарқын халықтық би ансамблін қазақ биімен ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар.
Теплая погода, хорошее настроение. Первые лучики солнца дают нам понять, что прошла долгожданная весна. Все улыбаются и помогает нам, конечно же, музыка. Певица и саксофон. На сцене лауреаты конкурса «Екі жұлдыз» Камиля Аринова и Аль-Фараби Аблаев. Ваши аплодисменты! Над облаками сны летали, и на земле царила ночь. Только влюбленные не спали, сон уносила ветром прочь. В парке на сцене уличной песня звучала вновь и вновь. Там, где рождалась музыка, там, где жила любовь. Где-то вдали от столицы, в бархатный пляжный сезон, над морем кружили птицы, казалось, все это сон. И сердце боялось остановиться, когда закружил ее танцом. Чувственно пела певица, нежно звучал саксофон.
Али және де Камилия. Жалпы барша қазақ еліне танымал болған әндері тиіп жұрттың аузында жүрген ерекше топ Дос Мұқасанның жақында фильмі шыққан баршамыз білеміз. Ал Алматы қаласында өткен Дос Мұқасан вокалды инструменталды ансамблінің 55 жылдығына арналған жастықтың алауындай, жүректің қалауындай Дос Мұқасан фестивалі өтіп, университетіміздің Сарын халықтық фольклорлық ансамблі сол фестивальге қатысқан болатын. Барша көрерменнің ыстық ықыласы мен қошеметіне ие болған Сарын ансамблі жүлделі 3-ші орын еншіледі. Олай болса сахнада облыстық, республикалық және халықаралық байқаулардың жеңімпазы Сарын халық фольклорлық ансамблі мен сіздердің құлақ құрыштарыңызды қандырар әнші Темірлан Серік. Қарсы алайық. ансамблі және Темірлан Серікке деген қошеметтеріңіз. Көтеріңкі көңіл күйді сақтап тұру үшін әрине көңілімізді көтеріп керемет әннің қажет екендігі сөзсіз. Бүгін тамаша күн, керемет мереке, көңілдеріңіз де жоғары деңгейде деген үміттеміз. Ал келесі кезекті сол көңілдеріңізді одан әрі көтеру үшін біздің өнерпаздар сіздер үшін керемет әнін шырқайды. Ендеше сахнада ерекше дуэт. 2 жұлдыз 2022 ән байқауының жеңімпаздары Альбина Угарова, Мұхамеджан Шегей. Қошеметтеріңіз болсын. Nunca tu llanto colectivo, no quiero su latido, como delicate, luego
noche roce, roce con me. Encuentro entre los días, cercano de la alegría, el destino me dio la estrella, después de dice solo por su verde. Mamá, mamá, María, mamá, 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 María, mamá, 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 María, mamá, 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 María, mamá. Nel mio futuro che cosa c'è? Sarebbe bello se posso poter così di bionda americana, o si innamora o la trasformerà. Yo voy a dar la curiosidad, más tiempo la veridad, por este puede ser nuestro amor, sarà sincero, sarà con este amor. Mamá, mamá, María, mamá, 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 María, mamá, 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 María, mamá, 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 María, mamá. Non una lira per vorrei comprare il cielo per la notte, ci devi dare un'infortuna, e se mi c'era compriamo anche la luna. Mamá, mamá, María, mamá, 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 María, mamá. Альбина Узгарова және Мұхамеджан Шекей. Шыны керек, біздің оқу ордамыз шығармашыл жастарға толы. Солардың бірі, алдарыңызда студенттер үйінің жас жалын триосы. Қарсы алыңыздар. Ай мүмкін толғайды, өмірге мені жолдайды. Алты қат аспан астында анамдай адал болмайды, анамдай адам болмайды. Жалғызым жаным жан апам, мақтадан мамығалақан. Ананың жаны мұз тұрғай, баланың жаны балапан. Адамды алма көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар, анаңдай сұлу адамзат, жұмақ жақтана жоқ шығар. Жалғызым жаным жан апам, мақтадан мамығалаған. Ананың жаны бос тұрғай, баланың жаны балапан. Адамды алма көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар, анаңдай сұлу адамзат, жұмақ жақтана жоқ шығар.
Періштең болып қорғайды, періштей болып орнайды. Жеті қат жердің үстінде анандай жылу болмайды, анандай сұлу болмайды. Жалғызым жаным жан апам, мақтадан мамық алапан. Ананың жаны бос тұрмай, баланың жаны балапан. Адамды алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анандай сұлу адамзар, жұмақ жақта жоқ шығар. Жалғызым жаным жан апам, мақтадан мамық алапан. Ананың жаны бос тұрмай, баланың жаны балапан. Адамды алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анандай сұлу адамзар, жұмақ жақта да жоқ шығар. Анандай сұлу адамзар, жұмақ жақта да жоқ шығар. Алдарыңызда өнер көрсеткен жас жалын триосы. Келесі кезекте құрметті көрермендер, құрметті аяулы аруларымыз, көрерменнің сұрау бойынша өзінің әсем әнімен Талғат Сапарбекұлын қарсы алыңыздар. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, студенттер. Кішкене күтпеген жағдай болып қалды. Бірақ осы бүгінгі мерекеңмен барлық әріптестерімді, студенттерімді, нәзік жанды аруларды құттықтай отыра, сіздерге Шәмшінің әні «Әнім сен едіңді» арнауға рұқсат етіңіздер. Әділ. Или біз бастай берейік, бәріміз қосылып бірге айтайық. Қалай қарайсыздар? Sensiz attıdan
рахмет. Бүгін мейрам, ой тербеген санамда, ей бауырым, құттықта жанаңда. Мен де бүгін шабыттанып жыр жазып, әпкелермен құттықтайын анамда. Ана жүрек баласын алаңда, бала жүрек қадірлер жанаңда. Бір қолымен төл бесікті тербеткен, бір қолымен әлпештеген анаңда. Алға тартып дәлелімен дәйегін, ол қызыңды өсіретін әйелің, жігіттерде ұмытып бір кетпесін ұрпағының аналарын, әйелін. Жыр арнаған демеңіздер мен екем, әйел жұрты кетпесінші берекем. Бір күн емес, әр күн сайын тойлайық. Құтты болсын мереке. Құрметті арулар, нәзік жандылар, сіздерді тағы да керемет мейрамдарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Милые дамы, с праздником вас! Здоровья, любви, благополучия и счастья вам и вашим семьям! Берекелі күндеріңіз көп болсын, құрметті қауым. Келесі жүздескенше аман Сау болыңыздар. Молодец.